Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында пилинг жасау жолын айтатын боламын. Пилингті негізінен қыс және күз айларында жасаған дұрыс. Кальций хлориді кез келген аптекадан қолжетімді бағада сатып алуға болады. Кальций хлоридінің бір құтысын алып, мақтаға немесе ватный дискіге жағып алып, бетіміздің айналасына жағып шығамыз. Жағып болған соң қолымызды балалар сабынымен ысқылап, көбік болғанша әбден қолымызға жағып аламыз. Сосын оны бетімізге сүртіп, бетіміздің айналасының барлығына жағып шығып, көбікті бетімізді алақанымызбен жай ғана ысқылаймыз. Сол сәтте ысқылағаннан кейін бетіңізден майда-майда үгітінділер пайда болады. Ол ескі терілеріміз. Әбден ескі теріміз түсіп болғанша бетімізді еземіз. Сосын бетімізді жылы сумен шайып тастаймыз. Бұл масканы кешкісін жасаған дұрыс. Бетімізді шайып тастағаннан кейін өздеріңіздің қолданып жүрген түнгі кремдеріңізді немесе бетті ылғалдандыратын кремдеріңізді жақсаңыздар болады. Егер видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.